Сәлем баршаңызға. Мен бүгін сіздерге чебуреки рецептісін ұсынамын. Ол үшін бізге қатты ыстық су керек және тұз, сұйық май, ұн керек болады. Алдымен суға тұзды ертіп аламыз да 50 грамм сұйық майымызды ұнымыздың үстіне құйып, суымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Қасықпен араластырып алу керек, себебі су ыстық болғандықтан қолымыз күйіп қалуы мүмкін. Сондықтан біркелкі қамыр болғанша осылай қасықпен араластырып шығамыз. Қасықпен араластырып алғаннан кейін қолымызбен басып тестімізді илейміз. Бізде осындай тесті шығады. Тестіні 30 минутқа целлофан мешокқа салып қойып қоямыз. Сол жылы жерде тұра беру керек. Тестіміз дайын болғанша біз салмамызды дайындап аламыз. Алдымен табамызға кішкене май құйып, үстіне укропты салып, жақсылап қуырып аламыз. Одан соң 6 жұмыртқаның үстіне тұз салып, осы укроптың үстіне құямыз. Жақсылап қуырып аламыз. Араластырып тұруымыз керек. Жабысып қалуы мүмкін. Ол сіздің табаңызға байланысты. Салмасын әртүрлі қылып ұсынуыңызға болады. Фарш пен жуаны қосуыңызға да болады. Оны да дәл осылай майға қуырып аласыз. Әйтпесе пісірген кезде шикі болып кетуі мүмкін. Қандай салма салсаңыз да ең алдымен бірінші пісіріп аласыз. Міне осылай жұмыртқамыз дайын болды. Енді тестіміз 30 минут тұрды. Осыны илейміз. Тестіміздің иі қанды. Екі жағын ұнға аунатып, әбден басып аламыз. Содан кейін ғана барып нанымызды жаямыз. Бізде үлкен жұқалау жайма шығады. Жақсылап жіп-жіңішке етіп ысып аламыз. Міне осындай үлкен нан шығады. Енді оны кесемен осылай кесіп аламыз. Үстінен жақсылап басып кесеміз. Кесенің айналасын басып тұрып, пышақпен де кесуіңізге болады. Міне барлығын кесіп дайындап алдық. Енді арасына салмасын салып, чебурекимізді дайындаймыз. Салманы салдық. Айналасын вилкамен басып шығамыз. Вилканың ұшымен басамыз. Қаттырақ басқаныңыз жөн, майға пісірген кезде ашылып кетпес үшін. Вилканың ұшымен жақсылап басып шығасыз. Міне осындай чебурекилар дайын болды менде. Енді қуыруға кірісемін. Алдын ала қызып тұрған майға чебурекилерді салып қуырып аламын. Екі жағы қызарғанша қуырылуы керек. Өте жұмсақ, хрустящий. Чебурекилер дайын. Жасап көріңіздер. Мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жасап көріңіздер. Өте дәмді. Балаларыңызды қуантыңыздар.